Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ерекше бір платформаға сіздерге обзор жасайын деп тұрмын, яғни шолу жасайын деп тұрмын. Яғни бұл электронды оқулықтар жасауға арналған. Егер толығырақ айтатын болсақ, PDF форматтағы бір журналдарыңызды, немесе бір кішігірім электронды оқулықтарыңызды осындай флипбук форматына ауыстыратын жаңағы платформа болып табылады. Егер журнал оқулық ретінде ашуға болады. Не болмаса слайдер ретінде карточкалар ретінде ашуға программа біз біз бұл жерде жұмыс жасау үшін ең алдымен біз журналымызды немесе файлымызды PDF форматта дайындап қоюымыз қажет. Яғни PDF форматтағы мысал үшін презентацияңыз болуы мүмкін, ол немесе бір кішігірім журнал болуы мүмкін. Оны біз PowerPoint форматына дайындап қоямыз. Бұл жерде тіпті тіркелудің де қажеті жоқ. Бірден файлымызды, дайындап қойған файлымызды, мысал үшін менде бір презентация PDF форматқа ауыстырып қойған болатынмын. Енді өздеріңіз оны алдын ала дайындап реттеп қоясыздар. Сол файлдарыңызды жүктейсіздер. Жүктегеннен кейін сіздерге осындай флипбук ретінде шығарып береді. Мінекей байқап қарасаңыздар, мінекей қазір ол журнал сияқты ашылып тұр. Бүйтіп шетінен ұстасаңыздар, журнал сияқты былай листать етуге болады. Енді бұл жерде менде өзі жалпы бет азақ еді, сондықтан да осынша бет шығып тұр. Кітап ретінде, яғни кітап ретінде ашылып тұр. Шетін бассаңыздар, кітап ретінде ашыла береді. Одан кейін жаңағы бізде тағы қандай болды? Блокнот ретінде болды. Кішкене шектердің осындай. Сәл-сәл енді өзгешеліктері бар, енді ол байқалады. Слайдер ретінде. Кішкене экранды кішірейтіп алайық. Слайдер ретінде кисточканы бассақ, бірінен кейін бірі былай осылайша отырады. Одан кейін обложка ретінде. Немесе бір-бір беттен. Осылай қалдыруға болады. Яғни біз не істейміз? Біз жүктеп алғаннан кейін мына жерге слайд тақырыбын береміз. Слайдқа тақырыпша береміз, заголовок. Слайд бірінші дейге, енді оны өздеріңіз тақырыбын бересіздер слайдтың. Содан кейін қандай эффектте болу керек? Егер сізге кітап түрінде болса, мысалы мен кітап қалдырғым келеді, осы эффект страницы дегенді таңдаймын. Болмаса ол ағылшын тілінде book
page effect book деп тұрады. Яғни біз осы book форматында қалдырамыз, яғни бұл бізде кітап ретінде сақталады. Енді поделиться флипбуком деген батырманы басып, сәйкесінше бұл жерде де бізге сілтеме береді. Сілтемені көшіріп алып, кез келген браузерден ашсақ болады. Бұл жерде де электронды почта арқылы жіберсек болады, әлеуметтік желілер арқылы жіберсек болады. Мысалы, бұл жерде WhatsApp арқылы ма, Instagram арқылы ма, Facebook, Twitter, өзіңізге қажетті әлеуметтік желі арқылы жарияласаңыз болады, бөліссеңіз болады, немесе QR код арқылы бөліссеңіз болады. Мысалы, мына QR кодты өзіңізге жүктеп алып, оны мысалы үшін өзіңіздің докладыңыздың, сабағыңыздың соңында осы QR кодты қалдырып, жаңағы бөліссеңіз болады. Мысалы, мен қазір сілтемесін көшіріп алдым. Осы сілтемені жаңа веб парақшаға қойып, енді осы кітабымды көре аламын. Өте керемет, қарапайым қолданудағы, тіпті өзіңіздің жаңағы портфолиоңызды осы форматта жасасаңыз болады. Қандай да бір конкурстарға қатысқан кезде осы форматта жасап ұсынуға өте ыңғайлы. Түрлі эффекттерді қажетіңізге қарай пайдаланып қолдансаңыздар болады. Өте ерекше платформа, маған өте ұнады. Сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Қажеттеріңізге жаратыңыздар. Сіздерге бүгінгі видеом пайдалы болды деп ойлаймын. Әріптестеріңізбен бөлісіп, лайк қойып, комментарий жазып, менің видеоларыма пікір қалдыра кетіңіздер. Қазақша контентті қолдап отырайық. Назарларыңызға рахмет.